Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәні бойынша Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауал атты поэмасымен танысатын боламыз. Ал құрметті оқушылар, сіздерге тыңдалмалы тапсырма ретінде мына сұрақтарды ұсынамын. Мына сұрақтарға назар аударып, поэма мазмұнымен танысуды жалғастырайық. Еліміз үшін көп еңбек сіңіріп, қоғам өмірі мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың түрлі қасиетін өз өлеңдеріне арқау еткен Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысының Төле би ауданында дүниеге келген екен. 1961-1965 жылдар аралығында Шымкент қаласындағы педагогикалық институтында білім алып, осы оқу орнын аяқтаған соң оңтүстік Қазақстан, Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газеттерінде, отандық телевизия, радио редакцияларында жұмыс жасайды. 1966 жылы Бақыт атты өлеңдер жинағы шығады. 1959 жылы Сырдария тұңғыш өлеңі жарыққа шыққан екен. Мұхтар Шаханов 1994 жылы Қырғыз Республикасының халық ақыны атанса, 1996 жылы Қазақстан Республикасының халық жазушысы атанған екен. Ақын тек қана өлең жазып қоймай, драматургия саласында да үлкен үлес қосқан тұлға. Осыған дейін Махаббат таңы, Көкейтесті, Сенім патшалығы сынды пьесалары сахналанған болатын. Мұнымен қатар Уақыт бедерлері, Зерде кітабы атты жинақтары орыс тіліне аударылады. Ал бүгін біз сіздермен әңгіме еткелі отырған Нарынқұм зауалы дастанын жазуға қандай себеп болды екен? Тарихымызда талай ақын, әнші, сал сері, батырлар, ірі тұлғалар өткен бәрімізге аян. Соның бірі Махамбеттей өр ақын. Ендеше Қарақылды қақ жаратын Мұхтардай ағамыздың қайсар батыр, өр ақын Махамбет туралы дастан жазуы Махамбетті аңсау, сағыну, жоқтау деп түсінейік. Ал енді ақынның Нарынқұм зауалы атты өлеңін мұқият тыңдайық. Нарынқұм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен, өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің, жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күртінсем де жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып беді қай кезде. Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұлың кәрілік созылады қаншаға,
кім қаншама шексіз сүйсе, отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең пенделіктен тазарар деп бұл өлкем, жә қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер, ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кез келер. Қадір тұтам қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Шығармадағы көріктеу айшықтау құралдары тапсырмасын орындау үшін мына кестені толтырасыздар. Өлеңді оқи отырып мысалдар келтіріңіздер. Троп түрлерін анықтаңыздар.